Мінекей Мәскеудегі әуежайдың үлкендігін қарай көріңіздер. Шереметьев әуежайы. Ана жақта толған терминалдар. Міне бір терминал Д, Ф, А, Б деген, Е деген. Сол терминалдардың Е дегенінің ішінде тұрмын қазір. Қазір осы туннельдің ішімен өтіп, ұшақтың біреуіне отырамын. Эйр Астана мен Алматыға барамын. Мына жерде осындай арнайы VIP күтетін алаң міне жабылады, үстінен жатуға болады. Мына жерде бір адам жатыр, телефон шықып па, ұйықтап отыр ма, андай етіп жауып тастауға болады. Мінекей сұр киген, бұл Эйр Астананың қыздары. Қазір осы қыздар бізге қызмет көрсететін болады. Эйр Астана әуе компаниясы 877 рейс Алматы бойынша ұшу 9 сағат 40 минутқа дейін кешігеді. Рейсом 23:00 авиакомпания. Ана отырған адам сізге таныс емес па? Ноутбукпен отырған адам. Мәскеудің әуежайында мінекей осындай телефондарыңызды қуаттандыруға болатын арнайы орын жерлер бар. 4782 London. Please board at gate 35, Terminal E immediately. С левой стороны 40-й. Добро пожаловать. Здравствуйте. Доброе утро. Терезенің қасында отырмын. Телефонды зарядтауға болады, бірдеңе қарауға болады. Не бар екен онда? Мәссаған, кино қарауға бола ма не мұнда? Мұнда көрсетеді біздер қалай ұшып баратқан бағыттың барлығын осы картадан көреміз. Қазір мұнда Шереметьевода Мәскеудеміз. Бұлай ұшып барамыз. Керемет, керемет. Міне осындай қош бол жұбайым, лифт, бизнесмендер және офлайн режимді демалыс деген кино бар мұнда. Мысалы осын қарап көрейік. Фильмді қарау үшін Эйр Астананың жарнамасын қарау керек сияқты міндетті түрде. Мінекей мен мұнда не бар екен көрейік. Гигиеналық пакет дейді. Құсатын болсаң, ұшуды көтере алмайтын болсаң, осы пакетті ашасына ішіне құсасын. Сосын мінекей
Гигиеналық пакет дейді. Ұшы тәртібімен жабдықталмаған радиоэлектрондық құрылғылар өшірілуі тиіс. Біздің ұшағымыз ұшуға дайын. Байлау билдігін бекітіп, үстелшілерімізді жинап, орындықтың арқасын тіктеп, шынтақ тіреуішті түсіріп және терезе перделерін ашуыңызды сұраймыз. Назарларыңызға рахмет. Сапарларыңыз сәтті болсын. Мәскеудің шеті Подмосковье. Мұнда кино қарап отыр едім. Осындай зат берген. Ашып қарайық не бар ішінде.
Мінекей аңызға айналған Алматыдағы әуежайдың бейнесі. Мен де осы жерге келдім. 4 сағат бойы Мәскеуден ұшып келіп, басым ауыр тұр, құлағым ауыр тұр. Мына жерге құлаққа барлық жерге қысым болды. 6 сағаттан кейін қайтадан ұшып кетемін Малайзиядағы Куала-Лумпур қаласына. Не бары 5-6 сағаттан кейін. Енді Алматыда 5-6 сағат бойы не істеймін? Біріншіден шашымды қию керек, екіншіден дұрыстап отырып демалу керек. Өйткені ұшақта ұшқанда демалыс болмайды ешқандай. Бас ауыр тұрады, сосын ұшақтың шуы өте қиын екен. Бірінші рет ұшып тұрмын. Маған қызық қой. Егер көп ұшсақ осылай, көп ұшқан адамдарға еш қызығы жоқ, бұл жай ғана стресс болады ұшақта ұшқан. Осы мен де тойдым. Бірақ 5 сағаттан кейін Куала-Лумпурға ұшу керек, Малайзияға. Жаңа Алматының әуежайының ішінде жүргенде өз пікірімді осы камераны шығарып айтайын деп едім. Қысылып жүрмін сол ұялып камераны шығаруға, бірдеңе айтуға, осылай қолды көтеріп, айналып, анда мында бірдеңе айтып жүруге. Жаңа ғана тек Алматының әуежайын қарап шықтым. Бұлай жаман емес. Мәскеудегі Шереметьевоның әуежайына жетпейді енді, бірақ Оралдағы әуежайдан тәуір ғой әйтеуір. Оралдағы әуежайды көрдіңіз бе сіздер? Қазір Малайзиядағы Куала-Лумпурға ұшам. Соған рейс 3 сағаттан кейін болады деп, соны күтіп отырмын. Мына жерде осылай отырмын. Инстаграм, ВКонтакте шықып. Wi-Fi бар, бір жақсы. Орындықтың қалтасындағы қауіпсіздік нұсқаудан таныса аласыз. Ендігі әрі салонның іші осындай. Ашуыңызды сұраймыз. 8 сағат ұшуға тура келеді. Қасымда ешкім болмаса, тіпті жақсы. Кішкене мында жатып ұйықтауға болады. Мінекей түнгі Алматы. Дұрыстап көрінбейді, қап-қараңғы. Мен өзім көзіме де дұрыстап көрінбейді, камераға тем более көрінбейді. Қайда барарым білмей жүрмін. Екінші кезекке келдім. Паспорт контроль деп тұр. Сол деп ойлаймын. Жаңа ғана тек бір кезекті босқа тұрып шықтым басқа жерге. Мұнда дейтін дым орысша да, қазақша да ешқандай жазулар жоқ. Бәрі кем дегенде ағылшынша. Сондықтан кішкене қиын болып тұр. Шығатын есікті әрең тауып шығып кетіп бара тұрмын. Малайзия, Куала-Лумпур. Сырт ұппысы. Мен жүргенім осы. Бәрін шешіп, сумкеге салып тастау керек. Мұнда дейтін Куала-Лумпурда маған 10 сағат болу керек. Куала-Лумпурдың сағаты бойынша сағат 5-те Балиға ұшақ ұшады, соған ұшып кетем Балиға. Сол 10 сағат бойы осы Куала-Лумпурда бірдеңе істеп жүру керек, енді уақыт өткізіп. Мұсылмандарға арналған арнайы намаз оқитын бөлме бар. Мұнда қазір
қазақтар жоқ, орыстар да жоқ. Осылай қысылмай түсіре бересің. Ешкімді танымайсың, ешкімді білмейсің. Ешкім сені түсінбейді, сен оларды түсінбейсің, бәрібір. Осы видеоны осы жерде тоқтатайын, әйтпесе ұзын болып кеткен сияқты. Келесі видеода мен осы Куала-Лумпурдың халықаралық әуежайынан Индонезиядағы Бали деген аралдың әуежайына түскен жайлы сол видео жасаймын.